Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін нарын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Етімізді қазанға салып қайнатамыз. Оға дейін қамырымызды илеп қоямыз. Қамырымызға салқын су, тұз саламыз. Тұз тіктеу болғаны дұрыс. Бір жұмыртқа, ұн салып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырымызды 10-15 минутқа июі қанғанша қойып қоямыз. Оға дейін етіміздің көбігін алайық. Көбігін алып болған соң оттың астын жай қоямыз. Менде қамыр шамамен жарты сағаттай тұрды. Енді жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды ортадан осылай кесіп шығамыз және осындай бөліктерге бөлеміз. Қайнап тұрған суға кесілген қамырымызды бір-біреуден салып араластырып тұрамыз. Қамыр қайнаған соң мұздай су құйып, қамырды түсіріп аламыз. Қамырды толықтай суытып, майлап, осылай 2 немесе 3 бөлікке бөліп, майдай етіп тураймыз. Біздің етіміз де пісті, суыды. Бұны да майда 4 бұрышты бөліктерге турап шығамыз. Біздің нарынымыз дайын. Қалауыңызша құрғақ етіп берсеңіз де болады, немесе ыстық сорпалап берсеңіз де болады. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.